Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше пирог дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Шым-шым тұз қосамыз және қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз ағарғанша. Миксердің көмегіне жүгінсеңіздер де болады, немесе венчикпен мен сияқты араластыруға да болады. Бұдан кейін үстінен бір жұмыртқа қосамыз. Жақсылап тағы да араластырып аламыз. Разрыхлитель қосамыз. Және де електен өткізілген ұнымызды қосып аламыз да, жақсылап қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырды көп илеудің қажеті жоқ. Осылай жай баппен илеңіздер, қатты баспай, сол кезде қамырымыз тығыздалмай жұмсақ болып шығады. Осылай қамырларды бір-біріне біріктіріп алсаңыз болғаны, жұмсақ қамыр шығады. Енді салмасын дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге сгущенка қажет болады. Сгущенка қосамыз. Оның үстіне сливки құямыз. Содан соң қаймағымызды қосып аламыз. Және жұмыртқамызды саламыз. Енді жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Бұл салмасы өте дәмді, басқа салмаларға ұқсамайтын ерекше болып шығады. Жақсылап араластырып алыңыздар. Сонымен формамызды аламыз. Форманың диаметрі 24 см. Қамырымызды алып, қолдың көмегімен жайып шығатын боламыз. Астыңғы бөлігін жаямыз, содан соң жанына бортики жасап шығамыз. Бұл пирог өте дәмді, ерекше керемет болып шығады. Начинкамызды құйғаннан соң бетіне абрикос немесе персикті бөліп қоссаңыздар да болады. Үстінен салмасын құямыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Сол пеште 25-35-40 минут аралығында қызарғанша, ортасы қатайғанша ұстаймыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Осылай формасынан ажыратып алып, толығымен суытамыз, содан соң барып кесеміз. Көріп тұрғандарыңыздай сметана пирог сияқты болып шығады, бірақ дәмі де, рецебі де өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өзгеше болғаны қаласаңыздар, бетіне абрикос тілімдерін салсаңыз болады. Сол кезде пирогыңызға ерекше әдемілік беретін болады. Кесіп көрсетейін сіздерге, ішігі қалай шыққанын. Толығымен іші қатады. Өте әдемі болып шығады, дәмі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы пирогты жасап отбасыңызды қуантыңыз, немесе заказға жасап табысыңызды арттыруыңызға тілектеспін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.